Мұғалім оқушыларға сұрақ қойып жатыр. Мұғалім, Дастан, сен үлкен болғанда кім боласың? Дастан, мен үлкен болғанда бай боламын, ақшам көп болады, әйел аламын, сол әйелге машина, алтын, бриллиант, яхта, вилла алып беремін. Кейін шетелдерге алып барып саяхат жасатамын. Мұғалім, бәрекелді, жарайсың, ал Гүлназ, сен үлкейгенде кім боласың деп сұрайды. Қалай ойлайсыңдар? Гүлназ не деп жауап берді? Кім болады Гүлназ? Әйелі болады. Бәрекелді. Көрейік, сәйкес келді ма? Сонда Гүлназ, мен өскенде Дастанға тұрмысқа шыға саламын деді. Жақсы, көп рахмет. Келесі әзіл. Екінші сынып қазақ тілі сабағында мұғалім ішінде бір әрпі бар сөзді айтыңдаршы депті. Ар жақтағы парталардың бірінен қолын көтерген бір бала қазан дейді. Мұғалім қазанның қай жерінде бір әрпі бар дегенде бала не деп жауап берді? Орысша. Қалай? Октябрь. Бірақ та қай жерде? Қазан ішінде. Октябрь демесе келді. Ең қайда? Не деп жауап берді? Қазан ішінде. Қазанда несі топ пісіреді сол. Палау үшін бар, мүмкін көрейік. Сонда оқушы не деп жауап берді? Оқушы қақпағында деген екен. Ендеше дәл осындай тапқыр оқушылар қол шапалақтап қояйық. Сіздерге де сондай тапқырлық бұйырсын. Бұл өмірде соншалықты бір білімді болып, былайша айтқанда интеллектуалды монстр болғаннан гөрі, барлығын білімді жинап алып, бірақ соны өмірде қолдана алмағаннан гөрі, қолдана білген тапқырлық мың артық дер едім. Алайда ол оқу оқымау деген сөз емес. Жақсы, көп рахмет. Ендеше келесі тапсырманы орындамас бұрын араларымызда ең жүйрік болған жауап берген бізде Айбат, Айбат бізде сыртқа шығарып тұрса. Ал біз әдеттегідей санау жүргіземіз, бірақ та қазір мен қасиет деп шатасып қалмаңыз өткен жоқ. 1, 2, 3 түсінесіз бе? Неше? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Қал көрдіңіз ба? 17, 18, 19, 20, өзі 21, 22, 23. Айтын кім айтылмай қалды? 22, 23, 21. Bir bala жоқ. Жоқ, 23, 24 бала бар бізде. Айбаттың өзі Айттық. Үстем жоқ, Айбатта. Елнұр айтты. Бір 22, 23. Елнұр сұрақ кеткен. Жақсы, онда 22 болды. Жақсы, ендеше барлығымыз бір уақытта қандай сан бұйырды, соны айтсақ. Қатырақ? Жақсы, мен түсіндім, бәрін естідім. Орныңызға жайғаса беріңіз. Жақсы балалар, қоңырау соғылып тұр. Қазір біз сіздермен мынандай бір ойын ойнаймыз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Дұрыстаңыздар, оқулықтарыңызды, қолдарыңызға алдыңыздар, бар мүмкіндіктеріңізді пеналдарыңыз қалай берді, ештеңе қылмайсыз. Бірінші топқа, бірінші, екінші, үшінші топ, 5, 6, 7, 8-дер жайғасақ, мында. Екінші топқа қолымыздан бастап 16-ға дейін жайғасақ, үшінші топқа 17-ден бастап 26-ға дейін жайғасақ. Сонда сағаттың жүрегі нешені соқты балалар? Кешенді синтакстік талдау үлгісін көрсетеміз. Экранға назар
беруге тырысыңыздар. Естіліп назар аударып, бір-бірлеріңізбен ақылдасуларыңызға да болады. Жақсы ма топтар? Ғарышкерлер кемеде қалайша қалықтап ұшып жүреді? Ақылдасаңыз 10 секунд. Ең бірінші қол көтерген шапалақтағанда жауап береді. Бірінші топ бірінші болды. Өйткені ғарышта гравитация жоқ, сондықтан аяғына қалып жоқ. Жоқ, дұрыс жауаппен, яғни салыстырып көрейік. Бірден бағалаймыз, өзіміз ой қорып отырмыздар. Жылдам жауап бергендер үшін сапа қалай болды? Жауап қаншалықты сәйкес келді, иә? Жер бетіндегі барлық заттардың салмағы болса, ғарышта ешбір заттың салмағы болмайды. Сондықтан да қалықтап ұшып жүреді. Ғарышкерлер қандай бақыт? Сонда салмағы болмайды, ғарышкерлер ұшып жүреді дейді. Арамызда физиктар болса, географтар гравитацияны қабылдауға болады ма? Сұрастырып қараймыз, жастар. Келесі. Иә, осындай бақытқа ие болған алғашқы ғарышкер Юрий Гагарин. Ол 1960 жылы 12 сәуір күні Қазақ жеріндегі Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшқан. Ғарыштан жер қандай болып? Жер қандай болып көрген ғарышта? 10 секунд уақыт ойлануға. Екінші топ. Жұмыртқа тәрізді. Жер ғарыштан әдемі, көгілдір шар болып көрінеді. Неге көгілдір? Жақсы, көгілдір шар сияқты болып көрінеді деп жауап берді. Жұмыртқа тәрізді. Енді қиялы ұшқыр ғой, сондықтан қабылдауға болады деп ойлаймын. Планеталардың арасында күннен ең қолайлы қашықтықта орналасқаны жер. Ауасы мен суы бар, тіршілігі бар, жасыл желек жабылған жер планетасы ғана. Сондықтан оны көгілдір планета деп атайды. Ғарышты зерттеу тарихы Аристотельден басталады. Аристотель жердің шар тәріздегендерін айтқан, бірақ адамдар жерді шегі бар жазық дене деп есептейтін. Галилео Галилей деген ғалым Болжап көрейікші, не депті Галилео Галилей? Қиялға берді. Жерді үлкен гүлдер ұстап тұрады. Гүлдер ұстап тұрады. Тағы да бар ма? Ақылдасып жауап беруге болады, үшінші топқа да. Уақыт кетіп жатыр. Ол күнді жер айналады деп айтқан. аспан денелерін бақылайтын телескоп ойлап тауып, сол арқылы жердің күн айналатынын байқаған. Галактиканың бір бөлігі ғана болса, сонда галактика қандай үлкен? Ғарышта ондай галактикалар миллиондап саналады. Мәссаған, сонда ғарыш өте үлкен деген сөз ғой. Иә, ғарыш кеңістігі шексіз. Қазақ халқынан шыққан ғарышкерлер бар ма? Білеміз ба? Әрине, Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, қазақ халқының тұңғыш ғарышкерлері. Жақсы. Көп рахмет балалар. Ендеше бағалап өтейік. Біз айттық, иә, жылдамдыққа және сапаға жұмыс жасаймыз деп. Қалай ойлайсыздар? Бірінші топ сапалы және жылдам жауап беріп отырды ма? Иә. Қалай ойлайсыздар? Бағалайық. Неше балл қоясыздар? 5-5. Жалпы. 10 ұпай қоясыздар, иә? Мына топты сіздер бағалап өтіңіздер. Қалай жауап берді? Жылдам жауап бер, және сапалы жауап бер. Бұларда ма? Неше сұраққа жауап берді? Салыстырмалы тұрғыда. 2 сұраққа. 2 сұрақ сіздер? Сен 3 сұрақ. Бұл кісілер? Ал сіздер? Көбірек жауап берді, бір сан артық болды. Ал сіздерде жауап болды ма? Ой, бір баға айтылмады, тезірек. Тезірек айта алмадыңыздар. Біз жауап естіген жоқпыз ғой бастысы. Жақсы, ендеше әлбек сіз мына жерде бағалауға жауапты сіз тұра қалыңыз, әне бор. Бірінші топқа қане жылдам қойып шығып, ұмытпай кім болды топ ішінде. Екінші топқа жауап бергендер, сіздер бұндай шын жоқ қой, Бекжан келеді өз тобының балаларына. Неше балл қоясыздар сонда? 9 балл қоясыздар ма? Жақсы, 9 әділ болады. 9 баллды қаншақты қойбақ? 9 баллды қоя беріңіздер. Ал сіздер мына топтың барлық мүшесіне ақылдасып отыр.
Ал жаңағы ең алғашқы сұрақ болды ғой, гравитация бойынша. Мен оны жаңағы семинардан сұраймын, жақсы ма? Міндетті түрде келесі сабақта жауабын беремін. Ендеше балалар, қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не жайлы болмақ? Ғарыш жайлы болмақ. Бүгінгі күні жазып қойыңыздар, 1912 сыныпта ғарышқа бастап жол. Биржан, сіз қарап тұрмаңыз, жаза беріңіз өзіңіздікін. Ғарышқа бастап жол. Үй тапсырмасына балалар сіздерге синтаксистік талдау берілді ғой. Оны қазір сабақ барысында қаншалықты білімді игергендеріңді байқап көремін, жақсы ма? Яғни тапсырма барысында, екі тапсырма, үйге берілген тапсырма ұқсас. Мысалы, бір бала жауап беріп, барлық топ сол балды алып кеткендері де рас. Үшінші топтан біліп тұрып үндемей қалғандар да бар. Бірақ топ болғаннан кейін топтың жүгі ортақ деп мен барлықтарына 10 ұпайдан 9 ұпайдан еншіледім. Бірақ сол ұпайлардың сұрауы болады сабақ соңында. Яғни дәлелдеу керек боласыздар. Сағат 3 болыпты. Енді ауысайық қайтадан. Бірінші топқа тыңдап алыңыздар. 1, 9, 17, 3, 10, 18, 6, 15-тер отырады. Екінші топқа 2, 5, 11, 20, 22, 14, 16, 24 отырады. 4, 7, 9, 19, 17, 18, 24, 13, 23 отырады. Одан. Айбат, сен 21-сің, бұнда отыра ғой. Саған айтпақ болсын, оны ойластырмақпын керек бұнда отыра. Тез-тез. Жақсы, енді басқа достарыңызбен жұмыс жасайтын боласыздар, ма? Оқулықтағы 5-ші тапсырманы ашыңыздаршы. Ғарышқа бастап жол. Бесінші тапсырмаға назар салайық. Балалар, тапсырма қандай? Ол жерде сіздерге не берілген? Сәл? Не берілген? Сөздер берілген. Ал сіздерге сәл өңделіп, менің өңдеуіммен берілетін тапсырма, сіздер берілген сөздер тұр, мысалы, ғарыш, соларға бастаушы, бәріне баяндаушы тіркеп көріңіздерші. Ғарыш? Ғарышқа емес, ғарыш. Сызғыша әлем, ары қарай, еңбек бағаланады, құпия шақталады деген сияқты. Түсінікті ма? Ал уақыт кетті. Алдарыңызда постер берілген, бірігіп жұмыс жасаймыз, постаға жазамыз. Қанша үлгересіз? Жасасаңыздар болады. Одан абай оқыған жағында жеміс өсиет етеді. Бәрі қатысамыз. Бәріміз қатысамыз.
соны жан-жағынан алып жаза беруге болады. Ортаға қойыңыз. Ал секунд уақыт қалды. Уақыт аяқталды. Болды. Жинап аламыз. Уақыт аяқталды. Патша көрсетті. Менің патша көңілім Динардың шыққанын қалап тұр. Нұрдәулетпен бірге. Келіңіз. Оқи қойсын. Тыңдайық барымыз. Үшінші топ. Жинап алу керек еді барлығын. Бір ұпай алып тастаймыз топқа. Ғарыш әлем дейді. Менің айтқаным иә? Сонда есептелінбейді. Әрі қарай? Еңбек Бағаланады. Санауға бола ма? Динар, соны қой. құпия сақталады. Қалай түсінесің? Секрет нужно таить, да? Жеміс Тазаланады. Байқоңыр үлгермеді. Нешеу болды? Жақсы. Келесі. Ажатталды. Ал кет. Ал ендігі таңдау бізде Айбатта болсын. Айбаттың патша көңілі Қайсанды таңдайды екен. Яғни екінші топқа қатысты мына сандардан айту керексің. 11. 11 кім бізде? Келе ғой. Тағы да кім? Қайбат? 22 болсын. Келе ғой. Өзі 22 бол. Келе ғой. Оқи ғой. Тағам дайындалады. Қабылдай. Жеміс өседі. Жақсы, әрі қарай Айшыра болыңыз. Құпия сақталады. Еңбек бағаланады. Тура сол ма? Жер айналады. Жер айналады. Байқоңыр жазбады. Жеміс өседі. Ғарыш әлем сақталады жүрді. 2, 3, 4. 5. Бесеу дайын болды. Келесі топ. Айта беріңіз, айта. Үшінші топтан айтасыз ғой? Жетіден сосын? 23. Келе ғой. 23 жоқ та айтпақшы біздер. 22 бар. 22. Келе ғой. 7 мен 12. Келе. Ғарыш зерттеледі. Еңбек орындалады. Қабылдаймыз ба? Еңбек орындалады. Сәйкестік бар ма? Жоқ. Сендік тұрғыда оралым. Құпия ашылады. Иә, болады. Әрі қарай, Әлбек. Жеміс Өссін. Байқоңыр желісі. Байқоңыр айлағы ғой. Қабылдамай. Айналады. Жер айналсын. Дайындалады. Тағам дайындалады. Байқоңыр сызықша айлақ деп қойсаңыз болады не? Бұны қабылдамайды. 1, 2, 3, 4, 5. Бесеу дұрыс. Тәртіпке бағынбаған үшін біреу, 4-еу. Отырамыз. Жақсы. Әр топтан бір оқушы, мынадан қазір Елдар өзіңіздің тобыңызға барлығына 3 ұпай қойып шығыңыз, 5 ұпай қойып шығыңыз топтан біреу, және 4 ұпай қойып шығыңыз. Содан мына жерде шифор бар керек. Елге қойып тобыға тез жылдам. Жақсы. Балалар жаңа жылдамдатайық, иә? Тездетейік. Жылдамдатайық. Тезірек.
қозғамақ. Синтаксиске қатысты болуы мүмкін дейді, дұрыс айтасыз. Тағы да сөз тіркесіне байланысты дейді, тағы да қайталау үшін дейді, тағы да мысалы мынандай сөйлемді алайықшы, қайта айта бердік, иә, құпия сақталады, иә. Неге? Құпия деген. Не құпия? Құпия бастауышы, сақталушы, баяндауышы. Өте жақсы, мәдеге қол сапақтап. Жақсы, рахмет. Болды ма елге? Шираймыстың жылдан. Ой, тым баяусыз жылдан бар. Отыра ғой, қалай берсін. Жақсы балалар, ендеше осы бір дүниеден тағы да не айтуға болатынын сіздерге айтайын ба? Сіздер жаңа өздеріңіз байқамастан ғалымның рөлін толық атқармасаңыз да бір ұшын басқан болдыңыздар. Себебі сіздер терминологияда синтаксистағы сөз тіркесінің байланысу түрінің бірі қиысуды жасадыңыздар. Өздеріңіз қиысуды ойлап таптыңыздар, яғни соған мысал келтірдіңіздер. Ал қазіргі кезде сіздерден мен ереже шығаруларыңызды сұраймын. Кім ереже шығаруға дайын? Мынаған қарап менің мына талдауыма қарап. Ау? Не болуы мүмкін? Қиысу деген қандай байланысу тәсілі? Байланысу түрі, кешіңдер. Аха. Дұрыс айтасыз? Бастауышпен? Бастауышпен баяндауыштың байланысу дейді Абай. Қол шапалақтап қояйық Абай. Өте жақсы. Тағы да кімге айтады? Тағы да бар ма? Шын мән, екен? Сөздердің бір-бірімен байланысуы. Тағы да үйлесуі бір-біріне, бастауышпен баяндауыш. Бастауыштың баяндауыштың бір-бірімен үйлесуі дейді. Жақсы, ендеше мұзда жаққа плюс қойыңызшы мәдеге, Абайға, және де Ағайбекке айтты құр сөздер байланысады деп, ол сөз тіркесіне қатысты айтты. Сапалы жауап беруге тырысайық. Өте жақсы, сіздер қазір балалар сонымен қиысуды айттыңыздар. Ал менің аузымнан еститін болсаңыздар, қиысу дегеніміз бастауыш пен баяндауыштың өзара байланысы. Ол жақтық формада көбінесе байланысады сезім. Мысалы, сезім айтты, мәди тыңдады, Айшыра қуанды. Ол сөйледі, бейбегенді ән тыңдалды. Түсінікті ме? Осы сөз тіркестерін біз қиысу деп айтамыз. Оқулықтарыңызда ереже бар, оны жазып керек жоқ. Нұрзат аяқтарыңыз ба? Сағат 6 болды, өзгереміз. Бірінші топ отырамыз. 21, 18, 15. Айтып қажеті жоқса, жылам отырамыз. Кейбіреулеріңіз ғана ауызшыңыздар, жылдамдатайық. Бірінші топ, екінші топ, және үшінші топ. Жылдам. Қандай номер бар еді? Болды. Балалар, болды. Нұсталайық. Жаңа мен жақсы жауап бергендерді мадақтап, еншілеріне тағы да ұпай беріп жаттым. Абай бір сәтті жауап бергеніне марқайып қалды. Ендеше бәріміз бірге Төреғали Төлеәліні мақтанып кетіп барамын әншілер, бірақ барынша белсенді болуымыз керек. Ең белсенді тағы да бағалап өтетінін ескертіңіз керек.
болып барамын. Жақсы, келесі мынандай сұрақ. Менің бойымда осындай мақтану кездесе ме деген сұраққа ойлана отырып, мынау әннен өздеріңіз түйген тезисті жазасыздар. Барлықтарын ақылдасып бір тезис жазуға болады. Бірнеше тезис жазсаңыздар да болады. Жақсы, тезис дегеніміз тұжырым. Тезис дегеніміз түйін. Қалдыңыздар ма? Эссе жазғанда айтаршы қой, тезис деп. Яғни тұжырым, не түйіндер осы әнге. Жылдам. Ол бір негізі былай істеңіздерші балалар. Бірақ тезис жазыңыздар да, сол бір тезиске синтаксистік талдау жасаңыздар. Бір тезис жазамыз, сол бір тезиске синтаксистік талдау жасаймыз. Уақыт кетті. Сөйлейін жазасыз. Қараңыз, синтаксистік талдау бар. Кешенді талдау жасаймыз. Кешенді деген сөз тіркестерін алып аласыздар ішіне. Жақсы. Ал. Аяқтай. Қалған ауызша айтып береміз. Болды, тапсырамыз. Ал. Әуеге патша өміріңіз. Ені қалай бар ма? Орда бар ма? Ұят болды ғой. Ұят болды. Өлең білесіздер ма? Сен дегеттің алдынан, мен дегеттің алдынан. Ұят қолдау, қауыздар береді. Жақсы болды ғой. Бірақ ойланып отырыңыздар, анау қақпақта пы бар екенін айтқан баладан келісіңдер ма? Ауызша айта саламыз. Патша көңіліңіз қалай айттым? Санды айта беріңіз, Айбат. Санды айта бермейсіз ба? Өзіңізге ма? 4 шықсын. Бірінші топта біраз бала жаңа. Мынау ғой. Содан да да, тағы да. Мына топтан тез екінші топтан айтады. 3-тен 4. 8. Ары қарай. 8. 8 тағы. 1-ден 5. 1-ден. 1-ден ба 6 келе бар. Рескін шығар керек екен. Ал кеттік. Тыңдаймыз. Қараңыздар балалар, бүгін бізде қазір бағалау ерекше болады. Қазір біз Фаризаны аңдып отырамыз да, Фаризаның қорғауында, Фаризаның тобының жұмысының әлгі тұсын, әлсіз тұсын, мүмкіндігін, қаупін аңғарып отырамыз. Қазір оны бірден қағаздарға қояйын, Фариза деп жазып, бірден жаза беріп, сен ұмытып қаласыздар, иә? Кең өлкемде еркін тұрғанда елмен мақтанамын. Тамаша, баяндаушы қайсы? Мақтанамын. Кім мақтанамын? Мен әрине, молодец. Немен? Елімен. Өмір еркін. Не болды жақта? Кең өлкеде қайда? Емін еркін қалай? Алдауыңыз дұрыс. Ары қарай. Мақтанамын. Тамаша. Жақсы. Жақсы. Енді мен сізге мынандай айтайын. Мен мақтанамын. Сөздердің байланысу түрі бойынша. Мен мақтанамын. Не болады ол? Жақсы сөйлемге де жатасыз. Өте жақсы.
Тағы да бұл не болады? Қандай қатынас? Топ көмектесейік. Бастауыштық баяндауыштық қатынас қандай тәсіл? Ой, тұр. Сөз тіркесін. Қиысу әрине. Жақсы, барамыз отыра ғой, жарты қоям. Әрі қарай отыра берейік. Үлгермеді, бірақ ауызша айтасыз ба? Тәуелсіз елде тұрғанымен мақтанамын. Тәуелсіз елде тұрғанымен мақтанамын. Қалай ғой? Естимін, мақтанамын. Тыныштал. Қайда елде? Елде? Иә, елде. Қандай тәуелсіз? Тұрған ау, баяндаушымын. Тұрған мақтанамын деп алуға да болады, иә? Жақсы. Қандай сөйлем? Жай Толмас сөйлем ба? Жоқ. Жай сөйлем? Толымды ма, толымсыз ба? Толымды. Толымсыз. Толымсыз. Не жетпейді? Бастауыш. Жақсы. Енді тәуелсіз ел деген алатын болса, тыныштал. Есіңді сөз тіркесі ма, етсіз сөз тіркесі ма? Тыныштал. Тәуелсіз ел. Тәуелсіз ел. Есімді? Сөз тіркесі. Тамам, отырады. Шапалақтай. Бұл топқа барлығынан бірге бал бермеймін. Тек мәден өзіңе қоя қоян жерге. Оны деп қоя қой. Так, мына топқа. Қалай бағалаймыз? Менің бағалауым жүрсін. Фариза, қой. Ажақтан не? Егіздер. Фатима. Фаризаға дұрысталдады, иә? Бірақ не болған жоқ? Жарайды, оны қасып көрейік. Мына жаққа менің бағалауым. Ана жаққа 8, мына жаққа? Қойыңыз өзіңе 9, Фариза 8. Ал сіздердің бағалау немесе сәйкес келеді, мен көрейік. Әлді түсі, әлсіз тұстар бар ма? Әлсіз тұсы ма? Ары қарай? Сіздер неге салуларыңыз керек еді ғой спортқа, әдеттегідей? Неге тау болды ма? Спортқа салғандар бар ма? Ағырке жалғыз орындап жатыр. Ақылдасыңыздар, кәні оқи беріңіз бар. Мансызда әлсіз сөйлемеді. Спортта ал әлсіз түсі сұраққа жауап бермейді. Қобалжыда мүмкіндігі қиысып түсіндіріңіз. Тамаша. Мүмкіндігі пайдаланып дейсіз ғой, иә? Жақта бар ма? Жасап жатсыздар. Айта беріңіздер. Әлді түсі тезисті аша білді. Кім? Фаризаны талдаңыз, иә? Жарайды. Әлсіз түсі дауысы төмен, мүмкіндігі дауысы қатты шығарып анық айтуы қауіп жазу. Мүмкіндігі бар еді, иә? Мынандай аудиторияны баруға, ауырап алуға. Ал қауіпі үнемі осылай бұғып жай сөйлей беретін болса, ешкім тыңдамай қалады. Иә? Жақсы, мәден ешкім талдамады, иә? Бәріміз Фаризаны талдадық па? Мансұр талданды. Мәден ешкім талдамады. Мәден? Нәтиже әлсіз түсі тапсырма орындап білгенмен талып әлді түсі сұраққа дұрыс жауап берді. Мүмкіндігі? Мүмкіндігі мәдені? Ширайтын болса, соңына дейін аяқтай алар еді, ал қауіпі қандай? Қалай ойлайсыздар? Параққа жазып алып береді. Қауіпі, келешек үшін зияны қандай? Осылай ерген самай дегенде болып қала берсе, кейбір тапсырмаларды мүлдем түсінбей қалу қауіптеріңіз бар болды. Сондықтан барлық тапсырмаға дұрыстап жауап беріп отырайық. Жарайды, мақтан болдық. Ал енді ома дәлелін орындайық. Biz қазақ мақтанамыз, неге мақтанамыз? Біздің жеріміз әлемдегі тоғыз орында мұнайымыз бар, газымыз бар. Меделейтін мұғыттарымыз бізде. Біз қазақ қонақ жайымыз, біз бақытты халықпыз. Қанымыз таза, қыздарымыз керемет біздің деп бүкіл қыздарымызды әлемге шашып жүр. Алла қойды, ғылым таппай мақтанбай, велосипед шығармаймыз, ине шығармаймыз, машина шығармаймыз. Бізде ғылым жоқ қой. Жалпы доғарылып қой халық мақтанды. Мақтанба, өйткені шығыстағы сөз бар, ақылды саудагер дейді, байлығын жақсы. Жақсы балалар, ендеше біз мақтанып әр айтамыз, иә, жоғары бал алғанға мәз болып жатамыз, ал ғылымды қаншалықты меңгергенбіз, қаншалықты игергенбіз. Ғылым тілі не дейді? Қарсы алайық. География пәні мұғалімі Абылай Ержанұлы нақты ғалам жайлы, ғарыш жайлы география ғылымы не дейді? Соны сіздерге көрсетіп берсін. Ал мен сіздермен бірге.
түсіндіру осы аз уақытта өте қиынға соғады, бірақ ұжым жұрт болып жұмыс жасаса барлығы іске асады деген ойдамын. Енді осы география, жаратылыстану, физика пәндерін барлығын ұштастыра отырып, ғарыш деген не деген сұраққа жауап берейікші. Топ-топпен жұмыс жасауымызда болады. Ғарыш деген не деген? Үшінші топ галактика. Қандай сөздеріңіз бар? Әлем, ғалам. Жақсы. Ғарыш дегеніміз аспан денелерінің атмосфераның шекарасынан тыс жатқан, яғни атмосфераның шекарасы деген экзосферадан кейінгі әлемнің бос бөліктерін айтамыз. Бізде ғарыштың кеңістігін бос деп айту да өте қате тұжырым болады. Оның құрамында тығыздығы өте төмен болса да, жұлдызалы заттар олар бізде сутегі, мөлшері аз мөлшердегі оттегі бар. Ғарышта сәулелер мен электромагниттік сәулелену, сондай-ақ орысша айтқанда темная материя. Оны толықтырып айту осы сабақта қиынға соғады, бұл үлкен ауқымды тақырып. Жақсы. Нил Олден Армстронг дегенді танисыздар ма? Естігенсіздер, иә? Кім олар айтып бере алады? ғарышкер. Иә. Ғарышкер. Және 1969 жылы 20 шілдеде Аполлон 11 ғарыштық кемесімен Айға экспедиция жасаған кезде Айға алғаш рет қадам басқан адам болып саналады. Енді Айды біз жердің серігі. Табиғи серігі деп айтамыз. Ал жасанды серігі дегенде не ойланса керек? Жасанды серігі. Адам жасаған технологиялар, ғарышқа жібереді зерттеу үшін. Адам жасаған бір сөзбен айтқанда спутниктер. Жасанды серік, спутник орысшасы. Жер төңірегінде орбитаға шығарылып, орбита деген осы таза космосқа емес, жердің орбитасында шығарып, жерді зерттеуге арналған аппарат. Жақсы. Ол бір сұрақ енді. Ол неге ашық космосқа немесе жерге құлап кетпейді, немесе ашық космосқа ұшып кетпейді, ашыққа. Қандай ойланып? Жердің гравитациясы ұстап тұрады. Дұрыс айтасыз. Жердің тартылыс күші дейді, гравитация. Жердің тартылыс күші оны төменге тартып тұрады, ал оны арнайы бір маршрутпен оны құлатады. Ол бізге жерге құлау арқылы, ол жерді айналады. Яғни жерге құлаудың күші кетпейді, жердің тартылысының күші, және оны шығып кетпеуге мүмкіндік бермейді. Сол үшін ол әрдайым құлау арқылы айналып тұрады жерді. Ең бірінші алғаш рет ғарышқа ұшқан спутниктер бірі, спутник 1 1957 қазанда ғарышқа ұшқан. Ал жердің мекен жайы деп сұраса, қалай жауап берілетіңіздер? Біздің қоршаған ортамыздың жердің мекен жайы. Дұрыс. Біріншісі қазақшасы ғой, оның Құс жолы галактикасы, одан кейін Орион қолы немесе рукав Ориона, одан кейін күн жүйесі және жер. Күн жүйесі неден тұрады бізде? Күннің өзінен және оны айналып тұрған 8 планета, астероидтар және кометалардан тұрады. Жер бізде үшінші түр. Біріншісі Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Және 9-шы карликовый Плутон деп атайды. Плутон. Ол бізде неге қоспаған ғалымдар? Осы жақын алып мөлшері бойынша стандартқа келмейді. Күн жүйесі туралы айтып өттік. Ал енді мына видеоролик арқылы не көріп тұрсыздар? Мына жерде мынаны мысалға күн деп алсақ, бұны айналып жүрген біздің планеталарымыз. Ол массасы аулаған сайын оның тартылыс күші көбейеді.
яғни бізде мыналар планеталар күнді неге айналады деген сұраққа жауап берейік кішкене. Жаңағы видеоролик арқылы. себебі олар массасы Бізде кеңістікте қараңыз, кеңістікте бізде мысалға жаңағы мата сияқты алсақ, мысалға біздің ғаламшарды мата ретінде алсақ, міне мата ретінде алсақ, бізде әрқандай планета немесе жұлдыз болса, оның өзінің массасы бар. Яғни ол бізде бізде кеңістікті не істейді? Ию арқылы жанындағы ию арқылы тартылыс күшін пайда болады. Тартылыс күші арқылы бізде жаңағы 8 планеталар күнді айналып күн жүйесін құрайды. Жақсы. Ал енді осындай сізге бір сұрақ қойым келіп отыр. Бұны сабақтан тыс үйде бос уақыттарыңызда ойлап жүруге болады. Мысалға Альберт Эйнштейн айтып кеткендей, осы гравитация арқылы бізде тартылыс күші пайда болғанда, бізде бұл кеңістікті ғана емей, тағы не еді? Уақытты еді, дұрыс? Уақыт кейден еді. Оны қалай түсінеміз? Мысалға бір гравитация. Ағылшын ғалымдары бізде жерді 2 сағат алған, жерді 2 сағат алған. 2 сағат алған, біреуін жерге қалдырып кетіп, екіншісін ұшақпен өздерінен қосып алып кеткен. Соны жерді 2 рет айналу арқылы, қатты жылдамдықпен айналу арқылы бізде жерге қонған кезде бір сағат біреуінен артық тұрды. Неге? Өйткені бізде жылдамдық көбейген сайын уақыт наоборот тежеше азаяды. Уақыт тежейді, тоқтайды. Күннің сәулесінің жылдамдығымен қозғалсақ, бізде уақыт тоқтап қалады. Жақсы, енді тағы бір сұрақ сіздерге. Соңғы сұрақ. Тағы не түсінесіздер? Көп рахмет. Абылай ағайға осы уақытта Абылай ағай, сіз өзіңіз ешкімді бағаламайсыз ба? Жауап беріп отыр. Мәди жауап беріп отыр. Мәдиді өте жақсы бағалаймын. 10 балл десем де болады. Менің алдын ала маған ойлап тұрған ойымды тез қағып алып, соны менен ерте айтып тұр. Және едіге өте жақсы тапсырып отырды. Жақсы, көп рахмет. Біраз дүниелеріңіз жинақталып қалды, сәл ертерек шығару керек еді, алайда менен кеткен қателік болды. Оқушылар, дегенмен түйген мынада. Сіздер қыздар осындағы
жігіттер бәрі тарап. Біз видеодан алайық, үйде атадан атау болмас па? Атадан алтау болған мен ішіндегі біреу арыстаным болмас па дейді ажырау. Сен атадан болған алтау болсаң да, сен үйдің көні бол, кішісі болсаң шыққан бәрі мәселе ол емес. Сен дара болуың керек. Бүткіл семьяны жанұяны сататын сен болуың керек. Жақсы, рахмет. Шынында да қазіргі бүгінгі біздің тақырып бұл жанашыры болуымыз керек. Біз уақыт жағынан үлгермей қалдық. Дегенмен де біз бәрібір де сабақты қорытындылап өтейікші ендеше. Бір ауыз сөзбен, менің жүрегіме осы жетті, мен көзіммен осыны көрдім, менің құлағымда осы сақталды, мен басыммен бүгін жұмыс істеп осыны меңгердім деген сияқты. Сол кері байланыстарды мен 4 балл алған оқушыдан естігім келеді. Арман бар ма? Арман, айтамыз? Сабақта не түсіндің? Ұнаған жоқ болса, ұнаған жоқ. Нәрсе түсінді? Айтамыз. Сабақта жүрген қаласың. Не алдың, не түсіндің? Қиысу дегеніміз не? Бастауыш пен баяндауыш. Жақсы. Айшыра, не түсіндіңіз? Не жайлы айтылды? Галактика жайлы, ғарыш жайлы, иә? Ал мынандай сөйлем айтсам, Айшыра үндемеді. Қандай сөйлем? Қандай сөз тіркесі болады? Айшыра үндемеді. Есімді сөз тіркесі ма, етсізді сөз тіркесі ма? Етсіздікті сөз тіркесі. Қиысу ма? Не нәрсе бұл? Мадасу, меңгеру. Алдында бір шолу жасап еді. Бастаушы, баяндаушы. Бүгін жаздыңыз бұл сөйлем. Қиысу, е? Айталай қош? Қиысу, бастаушы пен баяндауштың үйлесуі, е? Жарайды, жақсы. Так, ағырке 4 ақпал алып тұрсыз ба? Плюс деген сөз ба? Жауап беріп тұрмыз да, сізге сұрақ қойын олды, е? Мысал кетірші қиысу? Сабақ орындалды. Ағырке бүгін 4 ұпай жинады. Осы жерде сөз тіркесін алып шықшы ма? Ағырке жинады. 4 ұпай. Ұпай жинады. Ал ағырке жинады бұл не болады? Сөз тіркесінің байланысы түрі? Етсіз сөз тіркесі не болады? Қиысу болады. Ұзақ болды. 9 балл. Аяжан жауап сұрай бар? Аяжан? Айта бар. Не түсінді бүгін сабақта? Жылдан, уақыт осы да бәрі. Қиысу не екенін түсінді. Мысал етін аласың ба? Аяжан? Айтты. Молодец. Отырамыз. Так, қарай. Ая. Бар ма? Ая саған мынандай сұрақ. Ая тыңдады. Не болады? Қиысу болады. Тағы да бір қиысуға мысал? Ая шықты. Жақсы. Ая шықты деді. Жақсы, балалар, негізі біз аннотация жазуымыз керек еді. Ендеше үй тапсырмасы мен ауыстырамын. Сіздер білесіздер ме? Біз мұғалімдер осы жасаған ашық сабақтарымызды мақала қыламыз да редакцияға береміз. Бірақ редакцияға бермес бұрын редакция бізден аннотация сұрайды. Аннотация дегенімізді білесіздер, яғни осы сабақта не үйретілді, яғни мақала нені қамтиды, мақалада не туралы айтылады. Сол бойынша үйде аннотация жасаңыздар. Жақсы ма? Сол аннотацияда 5 қиысуды теріп алыңыздар. Жақсы, бағаларыңыз міне мынандай таблодағы фотоға түсіріп білім алуға қоямын. Сұрақтарыңыз бар ма? Сау болыңыздар.